Фильм Қытайдағы тыйым салынған қалада 1881 жылы басталады. Ханшайым Пэй-Пэй тыйым салынған қала империясына келеді. Сол жерде Чон Ван императордың күзетшісі болып қызмет етеді. Ханшайым Пэй-Пэй сарайға кірген сәтте оның көзі Чон Ванмен түйіседі. Одан кейін рәсім өтіп, Ханшайым Пэй-Пэй болашақ күйеуімен танысады. Ханшайым әкесіне бұл адамға тұрмысқа шыққысы келмейтінін айтады. Тіпті оны құрбақаға теңеп, егер императорға ол жігіт ұнайтын болса, сол жігітке императордың өзі үйленсін деп өтінеді. Кешке қарай Ханшайым Пэй-Пэй шетелдік ұстазы Кальвинмен бірге Ханшайым мен құрбақа ертегісін оқиды. Сол кезде Чон Ван бөлменің сыртында еден жуып жүріп, олардың әңгімесін зейін қоятындайды. Ертегіні оқып болған соң Ханшайым бақытты өмір сүру деген ұғым шындықта жоқ екенін айтады. Ол өзіне ұнамайтын бейтаныс адамға тұрмысқа шығуға қарсы екенін білдіреді. Содан кейін Кальвин Ханшайымға Америкаға баратын кеме бар екенін, бірақ қазір-ақ кету керектігін айтады. Ханшайым келісетте екеуі қашып кетуге бет алады. Мұны естіген Чон Ван оларды тоқтатпақ болады, бірақ үлгермейді. Қашып бара жатып Ханшайым мен құрбақа кітабын түсіріп алады. Осыдан кейін Қытай императоры Ханшайымды Америкаға қашып кеткен соң құтқарып әкелу үшін 3 императорлық күзетші мен патшалық аудармашыны жібереді. Чон Ван Ханшайымды тоқтата алмағанына өзін кінәлі санап, құтқару тобына қосылуды талап етеді. Оның көкесі патшалық аудармашы оған топқа қосылуға көмектеседі. Ал күзетшілердің капитаны шетелдік сайқылдар Ванды өлтіріп тастайды деп үміттенеді. Осы уақытта Невадада заңсыз қарақшы Рой Беннен өз тобымен пойызды тонауды жоспарлайды. Ол барлығына нұсқауларын беріп, кейін барлығы атқа мініп темір жолға бет алады. Бір мезетте Чон Ван, патшалық аудармашы және тағы 3 императорлық күзетші Невадаға келіп пойызбен келе жатады. Рой мен оның тобы қаруланып пойыздың бір вагонын басып алып, жолаушылардың бағалы заттарын тонай бастайды. Кенет патшалық аудармашы дәл сол вагонға кіріп қалады. Рой онымен сөйлеспек болады. Бірақ топқа жаңа қосылған Уэллс оқ атып, аудармашыны сол жерде өлтіреді. Рой бұған ашуланып, Уэллсті ұрсады. Сосын Рой келесі вагонға өтеді. Топ оның артынан ереді. Осы кезде Чон Ван көкесін іздеп жүріп, оның мәйітін табады. Ол жолаушылардың кім өлтіргенін сұрайды. Бір жолаушы келесі вагонның есігін нұсқайды. Чон Ван сол жаққа жүгіріп барады. Алайда Рой мен оның тобы вагондарды ажыратып үлгерген болып шығады. Чон Ван ажырап бар жатқан вагонға секіріп мінеді. Вагонға кіргенде Уэллс онымен төбелескісі келіп, агрессивті түрде қарсы шығады. Чон Ван вагоннан шығып, пойыздың төбесіне шығады. Бандиттер оны төбеден оқ жаудырып қуады. Осы уақытта Рой сейф тұрған бөлмеге кіріп, оның айналасына бомба қояды. Бомба қойған соң ол сыртқа шығып, төбедегі атысты көріп, оларды тоқтатады да жарылыс болатын ескертіп, ол жаны күтуге шақырады. Чон Ван сейф тұрған бөлмеге терезеден кіріп, бомбаларды шешіп алып, сейфтің астына қояды да жасырынып үлгереді. Жарылыс болып вагонның бір бөлігі қирайды, сейф өзенге құлап кетеді. Рой мен оның тобы сейфтің жоқ екенін көріп, Чон Ванның қашып бара жатқанын байқайды. Екі бандит оны қуады, бірақ Чон Ван оларды жеңіп шығады. Алайда Рой оны тапаншамен ұстап алады. Олар бөренелер тиелген вагонға тұрған кезде Уэллс тұтқаны тартып алады да бөренелер құлап кетеді. Рой мен Чон Ван тепе-теңдігін жоғалтып, бөренелердің арасынан аман шығуға тырысады. Ақыры Чон Ван тағы да бір вагонға өтіп, оны ажыратып қашып кетеді. Осы сәтте Уэллс Ройға 2 табаншасын кезеп, банданы енді өзі басқаратын айтады. Ал Ханшайым Пэй-Пэй мен Кальвин кең өндіретін лагерге келеді. Ханшайым мұнда әкелгеніне күмәнданып, Кальвин уәде еткен қоныс неге жоқ екенін сұрайды. Кальвин бұл жер оның досы қытайлық көшіп келушілерге көмектесетін орын екенін айтады. Ол Ханшайымды пойыз вагонынан жасалған кесеге ертіп барады. Сол жерде Ханшайым Пэй-Пэй Кальвиннің сатқын Ло Фонгтың тыңшысы екенін, ал Ло Фонгтың тыйым салынған қаладан қашып кеткенін біледі. Ол өзін еркіндікке шықтым деп ойлап, алданғанын түсінеді. Кальвин Ло Фонгқа егер ақысын 2 есе арттырмаса, Ханшайымды өлтіретінін айтып қорқытады. Бірақ Ло Фонг Кальвинді өлтіріп, қытайлар онымен саудаласпайтынын айтады. Осы уақытта Рой, Уэллс пен оның тобы шөл далада мойнына дейін көміп тастап кетеді. Ал құзғындар оны шоқып жүре бастайды. Чон Ван шөлде қалған Ройды тауып алады. Рой одан өзін құтқаруын сұрайды. Чон Ван Карсон Ситиге қалай баруға болатынын білгісі келетінін айтады. Рой ол жақты білетінін, көмектесе жол көрсететінін айтады. Чон Ван Ройға өзін қазып шығу үшін аузына 2 таяқша салып кетеді. Ал Рой қала таудың ар жағында екенін айтады. Таудан асқан соң Чон Ван Кроу тайпасынан бір баланы құтқарып қалады. Кейін Сиу тайпасы оны күтіп баптайды. Той думан кезінде Чон Ван есін жартылай жоғалтып, көсемнің қызы құлаған жапырақтарға үйленіп қояды да, оны тек келесі күні оянғанда біледі. Осы арада
Тавернада Ханшайым Пэй-Пэй Ло Фонгтың мақсаты императордың алтынын алу екен білет. Ол Ло Фонгқа қарсыласуға тырысқанымен жеңілет. Сию тайпасының әдет ғұрпына үйреніп жүрген Чон Ван бір ауылға тап болып, тавернада Роймен қайта кездеседі. Екеуінің арасында төбелес болып, ақыры екеуі де түрмеге қамалады. Түрмеде Чон Ван өзін босатуды талап етеді. Өйткені Ханшайым Пэй-Пэйді құтқару үшін Карсон Ситиге жету керек. Ол айғайлап өзін босатуды және кітабын қайтаруды сұрай береді. Рой оны сабырға шақырып тыныштандырады. Содан кейін Чон Ван өзін Ройға таныстырады. Чон Ван Ройға өзінің тыйым салынған қаладағы императорлық күзетші екенін айтады. Ол Ханшайым Пэй-Пэйді ұрлап әкеткендердің қолынан құтқару керектігін түсіндіреді. Чон Ван Ханшайымның бостандығы үшін 100 000 алтын берілетінін айтады. Алтын үшін төленетін сыйақы Ройды қызықтырып, ол Чон Ванға Ханшайымды табуға көмектесуге келіседі. Осыдан кейін Чон Ван мен Рой түрмеден қашу жоспар жасайды. Чон Ван камера торының қасында босаң тұрған екі темір таяқ табады. Ол киімдерін шешіп, сулайды, зәрімен суландырады. Кейін дымқыл киімдерді екі босаң темірге байлап, арасына бір ағаш таяқша қыстырады. Ағашты айналдыра бұрау арқылы киімдерді қатты тартып, темірлерді майыстырады. Осылайша торлардың арасынан кеңейіп, сыятындай саңылау пайда болады. Олар тағы бір торды да солай кеңейтпек болғанда, камераның ағаш қабырғасы сынып кетіп, сырттағы күзетшінің назарын аудартады. Күзетші есік ашқанда Чон Ван онымен төбелесіп жеңеді. Ал Рой кілттерді қолға түсіреді. Екеуі камераға қайта кіргенде қабырғасында үлкен тесік бар екенін көреді. Сол сәтте Чон Ван өздерін құтқарған адамды таниды. Бұл құлаған жапырақтар еді. Ол екі атты ертіп келген. Рой мен Чон Ван құлаған жапырақтармен бірге атқа мініп, түрмеден қашып шығады. Осы уақытта Ханшайым Пэй-Пэйді құтқаруға жіберген үш императорлық күзетшімен алтын салынған көне сандық Карсон Ситиге жетеді. Тавернада ол іспен оның тобы Ройдың тірі екенін және түрмеден қашып шыққанын біледі. Құлаған жапырақтардың көмегімен Рой Чон Ванға ковбойлардың өмір салтын үйрете бастайды. Біршама уақыттан кейін Чон Ван мен Рой Карсон Ситиге келіп, өздерінің іздеуде жүрген қылмыскер деген плакаттарда тұрғанын көреді. Рой Чон Ванға бұл плакаттар әйелдерді есінен тандырады деп өтірік айтады. Екеуі қаланың көшелерімен жүре береді. Осы кезде Рой, Маршал, Тейтон, Ван Клифф пен оның адамдарын көреді де Чон Ванды ашық барға ертіп апарады. Барда Маршал, Ван Клифф екеуіне берілуді бұйырады. Ол адамдарына артта есікті күзетуді тапсырады. Іште Чон Ван Ройдан неге Маршал оларды ұстағысы келіп жатқан сұрайды. Сол кезде Рой ақыры шындықты айтып, екеуінің де іздеуде жүрген қылмыскер екенін мойындайды. Чон Ван Ройға өз мәселесіне араластырған үшін ашуланады. Рой Маршалдың тек өзін емес, Чон Ванды да ұстамақ болғанын айтады. Соның салдарынан екеуі бір-бірімен төбелесіп қалады. Чон Ван Ройды сыртқа лақтырып жібереді. Сыртта Рой Маршал Ван Клиффке қарсы тұрады. Ал Чон Ван артқы жақтан қашпақ болады. Бірақ Маршалдың адамдары жолын кесіп төбелес бастайды. Чон Ван оларды жеңіп, Маршалдың Ройды атып тастауына жол бермейді. Екеуі бір атқа мініп қашып кетеді. Ло Фонгтың кең лагерінде Ханшайым Пэй-Пэй ауыр жұмыс істеп, өзін ұрлаған адамның қорлығын көреді. Сонымен қатар ол Ло Фонгтың қол астында азап шегіп жүрген қытайлық жұмысшылардың мүшкіл халінде байқайды. Ақыры Чон Ван мен Ройдың жасырынатын орнына үйіне келеді. Ондағы қыздар оларды жылы қарсы алып, күтім жасайды. Осы жерде екеуінің достығы беки түседі. Бірақ мас күйіндегі жанжалдан кейін Маршал Ван Клифф оларды қайта ұстап алады. Маршал екеуін тұтқында ұстайды. Кейін олар Ханшайым Пэй-Пэйді ұрлатқан Ло Фонг екенін біледі. Ло Фонг Чон Ванның ұзын ерілген шашын кесіп тастайды. Келесі күні Маршал Ван Клиффпен жиналған жұрт Чон Ван мен Ройды дарға асқалы тұрғанын көреді. Чон Ван ойынына жоспар құрып, жақын тұрған арбасы бар атты сыбырлап шақыра бастайды. Ат ақырындап қозғалып, тағы бір ат қосылып, арбаны дар алаңының тұғырын қағып құлатады. Чон Ван өзін жоғарғы тартып, дардан аман қалады. Осы кезде жетіп келген құлаған жапырақтар Ройдың мойнындағы арқанды атып үзеді. Рой арбаның үстіне құлайды. Чон Ван да мойнындағы арқанды шешіп алып, арбаның алдына секіріп мініп, аттарды айдап қашады. Екеуі қашып құтылған соң бұлақ басында демалады. Рой Чон Ванның суық мінез танып отырған байқайды. Алғашында ол шашын кесіп тастаған үшін ренжіп отыр деп ойлайды. Бірақ Чон Ван кететінін айтады. Рой оған алдымен демалуды ұсынады. Бірақ Чон Ван кетуге бел буады. Рой жинала бастағанда Чон Ван жалғыз кететінін айтады. Чон Ван Ройдың "мен Чон Ванның дос емеспін" деген естіп қалып,
жалғыз аттанып кетеді. Рой оны жалғыз жіберуге қарсы болып соңынан ереді. Ақыры Чон Ван Лофонгтың кен лагерінен Ханшайым Пэй-Пэй табады. Бірақ Ханшайым тұтқында жүрген Қытай жұмысшыларына көмектесу үшін сонда қалғысы келетінін айтады. Сол сәтте Лофонг қылышын алып Чон Ванды қуып жетіп, екеуі шайқасады. Лофонг Чон Ванды қылышпен шабайын деп жатқанда атпен жетпелген Рой оны құтқарып қалады. Айналада оқ атылып айқас үзіледі. Чон Ван Рой мінген атқа мініп қашып кетеді. Келесі күні 3 императорлық күзетші Ханшайымды босату үшін алтынды Карсон Ситидегі миссия заборына келеді. Бірақ мәміле Чон Ванның монах болып жасырын келуі салдарынан бұзылады. Лофонг Чон Ванға тапанша кезейді. Дәл атуға дайын тұрған сәтте монах кейпіндегі Рой пайда болып, Лофонгты қарусыздандырады. Чон Ван 3 күзетшіге Ханшайымды оның келісімсіз алып кетуге жол бермейтінін айтады. Сол сәтте маршал Ван Клифф келіп, атыс басталады. 3 императорлық күзетшімен Лофонг бір-бірімен арпалысып жатқанда, Рой маршалды жүрегінен атып өлтіреді. Лофонг Пэй-Пэйді собордың жоғарғы арқалықтарына қарай қуады. Чон Ван 3 күзетшімен шайқасып жүріп, ақыры оларды Ханшайымды құтқаруға жіберуге көндіреді. Қоңырау мұнарасында Чон Ван мен Лофонг бетпе-бет келеді. Қоңыраудың арқандары Лофонгты қылқындырып, Чон Ван қоңырауды қиратады. Содан кейін 3 императорлық күзетші Ханшайым Пэй-Пэйдің Невадада қалуына келіседі. Ал Чон Ван мен Рой алтындалады. Осы кезде Уэллес пен Ройдың бұрынғы тобы соборға келіп, екеуін төбелеске шақырады. Чон Ван бас тартады, бірақ Рой оларды жеңе алатынын айтады. Төбелес басталар сәтте құлаған жапырақтар бастаған Сиу тайпасы келіп, оларды қоршап алады. Уэллес пен тобы кері шегініп, Ройды қайтадан бандаға қосылуға шақырады, бірақ Рой одан бас тартады. Ақырында Чон Ван мен Рой, оның шын аты Уэйт Эрб, шериф болып тағайындалып, темір жол қарақшыларының жаңа тобын іздеуге аттанады.